5-6 қараша күні Алматыда каратэ-доның Кёкушинкай турнирінен жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионаты өтті. Азия чемпионатының іріктеу турнирінде 14-15 жас аралығындағы каратешілер 45 кг салмаққа дейін татамиге шықты. Қаламыздағы номер 11 шығыс жекпе-жектер түрлерінен балалар және жасөспірімдердің мамандырылған спорт мектебінен 8 спортшы қатысып жүлделі орындармен оралды. Жетістіктерінде әрине ол жерде барғанда шамалы жарыс қиында болды, бірақ жаттығуда қиын, оларда уже шамалы орындарға не қылдық. Ол енді бәрі оңай болмайды. Қазақстан болғаннан кейін екінші бармайды, и одан оңай спортшылар бармайды. Мықтылардың бәрі жиналады. Бірақ дегенмен енді мына мектептің қолдауымен, басшылардың қолдауымен, олардың көмегі арқылы шамалы жетістіктерге жеттік. Оған енді шамалы балдардың жағдайын істеу керек болады. Оның бәріне осы мектеп директорына көп алғысты білдіреміз. Бұның бәрі шөпшілердің аты, осы қала, облыс басшыларының аты, бұқаралық спорт дамыту несінде елбасымыздың саясатын жөнінде осындай балдар жетістіктерге жетіп тұр. Демек 14-15 жас аралығында каратешілер арасында Әділет Оразымбетов алтыннан алқа таққан болса, Нұржан Нұрбек қола медаліне ие болды. 12-13 жас арасындағы спортшылар арасында Қанат Сағындықов бапкерлердің сенімін ақтап жеңіс тұғырынан көрінді. Осы орында айта кетсек, номер 11 шығыс жекпе-жектер түрлері мектебінің екі каратешісі Олжас Рысәлі мен Нұрдәулет Елемесовтер Болгарияда өтетін әлем чемпионатында ел намысын қорғайды. Алматыда өте оңай болған жоқ. Ол жерде сәл қиындау да болды. Ол жерде мен 3 соперникпен шықтым. Ең қиыны, ең ақырғы соперник болды, ол Маңғыстау баласы. Ол да осал емес. Талай жерге барып келіп отқан бала. Өзінде бір сәл қателіктер бір, қателігін тауып, дәл сол жерге соққы бердім. Сол кезде ол өз жеңілді. Тағы да айтарым, Құда қаласа осы тағы да жарыстар болады. Соған шығам, соған дайындалу үстіндеміз.